Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен муравейник салатының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Муравейник салатының құпиясымен бөлісемін. Ең алдымен піскен тауықтың етін ұзынша етіп турап аламыз. Содан кейін туралған тауық етін тарелкамызге саламыз. Үстіне майонез жағып шығамыз. Үстіне аздап тұз себеміз. Қиярдың екі жағын тазалап алып, қиярды ұзынша етіп турап аламыз. Туралған қиярымызды тарелкамызге саламыз. Үстіне майонез жағып шығамыз. Тазартылған қызанақты ұзынша етіп тураймыз. Туралған қызанақты тарелкаға салып, үстіне майонез жағып шығамыз. Қалауларыңызша тұз қоссаңыздар болады. Содан кейін ірімшікті ұзынша етіп тураймыз. Туралған ірімшікті видеодағыдай етіп тарелкамызге салып шығамыз. Үстіне майонез жағамыз. Тазартылған картопты үккіштен өткіземіз. Суға 15 минутқа салып қоямыз. Картопты судан алып, матаға немесе сүлгіге картопты жайып, құрғатып аламыз. 10-15 минутқа құрғатсаңыздар болады.
Құрғаған картопты қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Фрийымызды араластырып тұрамыз. Дайын фрийімізді видеодағыдай етіп тарелкамызге саламыз. Салатымыз дайын, жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Ардақ.